Мысалы қара, Ерлан, мен ауылға барам. Ауылға барғанда біздің ескі үй бар, қара шаңырақ бар. Қарасам, қара шаңырақта мен 16 жыл тұрған екем да. Ол үйде монша болған жоқ, үйдің ішінде су болған жоқ, газ болған жоқ. Даладан көмір әкеп жағатын едік. Арғы бір бөлменің киізі мен паласын түріп қойып, дәулегенге шомылатын едік. Жазды күн душқа түсетін едік. Әйтеуір бір өмірімізді сүрген едік сол үйде. Бірақ сол үй маған ыстық. Мен сол үйді жамандыққа қимаймын. 16 жыл өмірім өткен да. Неге? Себебі ол менің үйім. Себебі ол менің қара шаңырағым. Біз 30 жылды бұл менің мемлекетім, бұл менің Қазақстаным деп қабылдай алсақ, оның ішінде де көп жақсылықтар бар. Түк жақсылық көрмедік, тек қана біз бақытсыз болып өмір сүрдік дейтін болсақ, онда мен ана ауылдағы үйімді де барып сүріп тастауым керек та. Өйткені шынында да ол жерде бір керемет роскошпенен керемет жағдайлар болған жоқ, бірақ қаншама естеліктер бар. Қаншама ата әжемнің ақылы бар ол жерде. Қаншама күткен қонақтар мен балалық бақытым бар ол жерде. Біздің ауылдың мектебі бар. Бір қабатты. Сыртынан қарасаң бір ауылдың қоймасы сияқты. Не спорт залы жоқ, не актив залы жоқ, ештеңесі жоқ. Бірақ сол жерден Жақсылық Үшкемпіров шыққан, сол жерден Әзімбек Жанқұлиев шыққан, сол жерден Мұхамеджан Тазабек шыққан. Біз спорт залы көрмей-ақ, актив залда концерт қоймай-ақ, үлкен кластың ішінде жиынымызды өткізіп, добымызды далада ойнап жүріп, сол мектепті бітірдік. Бірақ осы мектепте мен не жақсылық көрдім, осы мектепте не рахат бар деп айта алмаймын. Кемшілік іздей алмаймын, себебі неге? Ол менің мектебім да. Ол менің балалық шағымның куәсі да. Сол сияқты бұл 30 жылда біреулердің балалық шағы, біреулер үйленді, біреулер балалы болды, біреулер той жасады, біреулер қызық көрді, біреулер үйлі болды, біреулер өзінің махаббатын кезіктірді. Сол сияқты ол 30 жылдың ішінде де қаншама жақсылықтар бар. Ал енді елбасы ол адам, елбасы ол пенде. Біз мүмкін елбасының аса мейірімділігінен де ол кісіге осы ауыр сөздерді арнап отырған шығармыз. Ол кісі ешкімді өзін боқтаған үшін немесе өзін даттаған үшін қуалап жүріп қайғы қасіретке ұшыратып жатқан жоқ қой. Қаншама 100 мыңдаған адамдар 10 мыңдаған ауыр сөздерді айтып жатса да, ол кісі сабыр қылып отыр ғой. Қалай болғанда да 90-шы жылдары мықты билік бір кісінің қолында болмаса, бір кісі аманатты мойнына алып, ана бір қиын қыстау кезеңдерден кейбір нәрсеге қарамай сілкіп алдыға жүріп кетпесе, мүмкін осы күнге жетермек жетпеспек. Біз өзіміз енді үлкен билікте болмағасын, мысалға бала шағасына байланысты әртүрлі сөз айтамыз. Біз оны ақтамаймыз, бала шағасына байланысты. Бірақ ол қызметке барған кезде белгілі болады біздің бала шағамыз не болатыны.